Құрметті Әлихан Асқанұлы, тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстанға 1.230.000 қазақ көшіп келді. Отандастарымызға біздің мұқтаж болуымыздың өзекті себептері бар. Жағдай жасалғанына қарамастан, демографиялық өсуіміз 30 жыл ішінде 2 есе ғана. Халқымыздың тығыздығының көрсеткіші де әлем бойынша ең төменгі 7,13 адам шаршы километрді құрайды. Жалпы қазіргі таңда көшкін саясатымызда шетелдегі қазақтар мен отандастарды қолдау және елге көшіп келген қандастарымызды қоғамға бейімдеу болып табылады. Бүгінгі күні шетелдерде тұратын қазақтардың саны ресми статистика деректеріне қарасақ 3,5-4 миллион адамды құрайды, ал бейресми деректер бойынша 7 миллион адамды құрайды. 2011 жылғы Европалық одақтың ресми санағында қазақтар саны Европа елдерінде 870 мыңға жетіп, шетелдіктердің алғашқы ондығына кірді. Шетелдерде жұмысқа, оқуға, емделуге, тұрақты тұруға келген қазақстандық азаматтар асырап алған жетім балалар мен Қазақстанның өзінің тарихи отанына қоныс аударған отандастардың саны шамамен 4 миллионға жетті. Сонымен қатар, шетелдегі қазақтар арасында ассимиляция мен аккультурация процестері үдемелі түрде жүруде. Бұл үрдісті шектеудің бірден бір жолы шетелдегі отандастарымызбен әлеуметтік, экономикалық, мәдени, гуманитарлық білім алу байланыстарды күшейту керек. Бұл бағытта Сыртқы істер министрінің қарамағындағы отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамның тарапынан атқарылып жатқан жұмыстар жеткіліксіз. Білім алу саласында түйткілді мәселелер бар. Шетелдік қандастарға білім алуға 4% квота беріледі. Алайда ұлттық бірыңғай тестінің қағидаттары мен сұрақтарының жиі ауысуына байланысты сынақтан тек 25% ғана өтіп оқуға түседі. Осыған орай халықаралық тәжірибелерге сүйене отырып, шетелдік балаларды квотаға сәйкес біліммен толық қамту үшін үміткерлерді оқуға стипендиялық бағдарлама бойынша қабылдау керек. Жыл сайын мемлекеттік тапсырыс аясында отандастар қорына республикалық бюджеттен бар болғаны 650 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінеді. Алайда бұл қаражат Өзбекстан Республикасында ватандошылар ұйымының бюджетінен 3 есе, Түркия ОТВ мемлекетінің бюджетінен 29 есе, және Ресейдің Россотрудничество мекемесінің бюджетінен 58 есе аз. Осы орайда отандастар қорының статусын, әлеуетін, материалдық, техникалық, қаржылық базасын күшейту керек. Бүгінгі күні елімізге көшуге ниет білдірген қазақтар саны шамамен 1,5 миллион адамды құрайды. Бұл ниетті жүзеге асыру еліміздің алдына қойып отырған орнықты даму мақсаттарының кейбір көрсеткіштеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Отандастардың елімізге көптеп келе алмау себебі басқа елдерде қандастарымыздың ұлты қазақ екендігін дәлелдей алмауы, ал келгендердің менталитетіндегі білім беру саласындағы айырмашылықтар, тілдерді білмеуі олардың мүмкіндіктерін шектеуде. Бейімдеу және интеграциялау орталықтарының әсіресе солтүстік өңірлерде ашылмауы көптеген мәселелердің шешуіне бөгет болуда. Елімізде халықтың көшкін мәселесіне қатысты белгіленген норматив құқықтық актілерге жиі өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі. Алайда бұл өзгерістер қандастар туралы заң тарапына сәйкес келмеуде, алаңдаушылық тудырады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, бірінші, елімізде көшкін саласында мемлекеттік бағдарламаның орындалу туралы толық ақпарат беруіңізді. Екінші, мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігі мен мүдделерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің шетелдік дипломатиялық өкілдіктерінде арнайы құрылған ведомствоаралық комиссиялардың жұмыстарын қайта жандандыруды. Үшінші, әртүрлі себептермен шетелде жүрген отандастарымыздың қиын жағдайларға тап болғанда оларға көрсетілетін көмектерді қайта зерделеуді. 1900-2000 жылдар бала кезінде шетелдіктер асырап алған жетім балалардың жағдайлары туралы толық ақпаратты жинақтауды. Бесінші, тарихи отанына оралған қандастарымыздың азаматтығын алуды жеңілдету, көшу үшін арнайы жағдайлар жасау, әсіресе солтүстік өңірлерде көтермелеу жәрдемақыларын төлеу, тілдерді үйрету, жоғарғы оқу орындарына қабылдау, үй кезек мәселелерін шешу жақтарын қарастыруды сұраймыз.